Баршаңызға қайырлы күн болсын. Бүгін сіздерге өте жұмсақ болып шығатын және де жұмсақтығын жоғалтпайтын осындай дәмді нандарымызды пісіреміз. Видеоны соңына дейін қараймыз. Осы арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздер үшін пайдалы және оңай рецепттерді шығаратын боламын. Бізде осындай үлпілдеп тұратын нандарымызды жасаймыз. Ұнымызды електен өткізіп аламыз. Және де менің арнамнан басқа да пайдалы рецепттерді көре аласыздар. Арнаға кіріп, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осылай ұнымызды електен өткізіп аламыз. Бізде үлкен отбасы болғандықтан осындай үлкен ыдысқа нанымызды ашытамыз. Бір кесе сүтімізді құямыз және 2 ожау су құямыз. Және де 2-3 ас қасық сұйық май қосамыз. Және де ас тұзын қосамыз. Және дрожжымызды қосып аламыз. Ал енді бисмилля деп ұнымызды салып отырамыз. Және нанымызды илеп бастаймыз. Наныңыз жұмсақ болу үшін ұнымызды аз-аздан қосып отырасыз. Және де нан илеген кезде июін қандыру үшін көбірек илейміз. Көбірек иленген және бір тегіс болып шыққан соң нан да әдемі болып шығады. Және де көтерілуі де оңай болады. Ал енді үстінен жабамыз. Және де жылы жерге орап қоямыз. Ал бізде нанымыз көтеріліп шықты. Пешімізді қыздыруға қоямыз осы кезде. Өзімізге қажетті бөліктерге бөліп аламыз. Әр бөлігімізді осылай домалақтап пішіндерін келтіреміз. Осылай қолымызбен жинақтаймыз.
Барлығын жасап алдық. Келесі нандарымызды жасаймыз. Жасап болғаннан соң үстінен кішкене затпен жауып қоямыз, жұқалау затпен. Сол кезде нандарымыз әдемі көтеріліп шығады. Пешіміз қызып болған соң үстінен жұмыртқаны жағып, пешімізге жібереміз. Қызарғанша пісіріп аламыз. Ыстықтай пісіп шыққан нанымыздың үстінен сары майымызды жағамыз. Нанымыз жып-жылтыр, жұмсақ болып, тәбет ашар болып тұрады. Және де жұмсақтығын жоғалтпайды. Осы арнаға тікеліп алуды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін алдағы уақытта рецепттер шығатын болады.